Студент кезім еді. Үй іздеп жүріп иман жүзді Гүлнұр есімді қазақ қызымен таныстым. Бірден жылы ұшырай кеткен қара торы бойжеткен жалғыз тұратынын айтып, үйіне шақырды. Сұраған пәтерақысы да көңілге қонымды болғандықтан бірден келісе кеттім. Көшіп бардым. Ертесі туған күні екен, азын-аулақ дайындық жасауды да ұмытпадық. Ол көрші құрбысы Батисада кілт бар екенін және жылға жуық араласатынын, осы үйге өз үйіндей кіріп шығып жүре беретінін айтты. Таңертең құрбысы келіп, аз-маз әңгіме айтып, қайта шығып кетті. Ал кешкісін жұмыстан оралған Гүлнұр неге екенін дастархан жайып жүріп, өзінен өзі ашуланды. Қолындағы ыдыстарын лақтырып, маған алара қарайтын сияқтанды. Мен Гүлнұрдың лезде өзгерген мінезіне қарап, таң тамаша қалдым. Қонақтар да жиналды. Ақ тілектер айтылып жатқан. Көңілсіз отырған Гүлнұрды бәрі ортаға алып, не болды? Неге көңіл күйің жоқ? Туған күні болған қыз осылай отырады ма? Деп жатты. Мен де оның ашулы жүзін жаратпай, өз туған күніңде көңілді отыршы, дегенім сол. Қалай көңілді тұрамын, үйіме ұры көшіп келсе, деді. Бәрі дастарханнан тұрып, Гүлнұрды келесі бөлмеге оңаша алып кетті. Мән-жайды түсінбей қалған мен соңынан тұра жүгіріп едім. Ол маған бұрылып та қарамастан, сен әңгімемізге араласпашы, деді. Бейтаныс ортада, бейтаныс адамдардың қылығын ұқпаған күйі жатып қалдым. Еміс-еміс ақша жоғалған туралы естіліп жатты. Енді ойлана бастадым. Бәлкім абайсызда алып бір жерге қойдым ба? Мүмкін ұйқылы-ояу тауып алған шығармын. Осы ойдың санама ұялауымын екен, өз-өзімді ыңғайсыз сезініп кеттім. Үйде менен басқа ешкім жоқ. Алғанда мен болуым керек. Сонда қайда қойдым? Ұры кім? Сан ой, санамды сан-саққа сүйреп мазам қашты. Таңертең мен ешқандай ақша алмағанымды айтып ақталдым. Алайда күлімсіреген көздер мені ғана кінәлап тұрғанын ұқтым. Гүлнұр да жала-жаба салатын қызға ұқсамайды. Қайта-қайта жылап, көзі білеудей болып жүр. Кенет қонақ қыздың бірі: мен емші балгер кісіні білемін. Арың таза болса, жүр сол кісіге. Барасың ба, деді. Кеттік, деді мен басқа амалым табылмаған соң. Батиса, мен Гүлнұр үшеуміз емші әйелдің есігін қақтық. Гүлнұрдың әңгімесін тыңдап болған соң, ол кісі Құран кітапқа үңіле бастады. Кенет дәл қарсы алдында отырған маған қарап тұрып, мына қыздан көріп жүрсің бе, деп күлді. Бұл қыздан өзге ешкім емес, деді Гүлнұр ызаланып. Бекер, бұл қыз ұры емес, деді ол. Қолына қалам қағаз алып, әлденені жаза бастады. Соңында әлгі бір жапырақ қағазды Гүлнұрдың қолына ұстатты да: мына қағазды қараңғы бұрышқа тап қой. Ұры 2-3 күннің ішінде ақшаңды өзі әкеп береді, дегенде Гүлнұр мырс етіп күліп жіберді. Өзі әкеп береді деймін, әбден қиналып әкеп береді, деді емші. Жолда Батисаның әңгімесінен Тараз қаласын әлі білмейтінін, жыл бұрын өзге елден көшіп келсе де, ешқайда шығып көрмегенін түсіндім. Үйге келе сала қолымызға Құран ұстап, өзара шынымызды айту үшін серттесе бастадық. Алғашқы болып Гүлнұр бастады. Менің ақша жоғалтқаным рас, ант етейін, деді де Батисаға берді. Ақшаны ұрлаған мен болсам, сәби сүймей өтейін өмірден, деді Батиса. Сол сәтте мен ол қыздың сәби сүйе алмай жүрген келіншек екенін ұқтым. Кезек маған келгенде Батиса күлімсіреп: ал баста, деп қойды. Мен ешқандай ақша ұрлаған жоқпын. Соңымнан ерген жалғыз бауырым бар еді. Қымбатым да сол, деп жанарыма келген жасты іркіп қалдым. Гүлнұр жұмысынан кеш келетін, әскери округта аспазшы. Ақша ұрланғанына 3-ші күн деген күні жұмысынан ағыл-ұшып ерте келді. Келе маған құшағын жайып, ренжімеуімді өтіне бастады да. Жұмысқа Батиса келді. Ол менің жұмысым тұрмақ, өз үйінің адресін білмейді ғой. Қалай тауып келгеніне таң қалсам, өзім де білмеймін, әйтеуір бір күш артымнан итеріп алып келді, дейді.
түрін көрсем шошисың. Үстінде халат, аяғында үй тәпішкесі, шашы алба-жұлба. Мен 3-ші күн көз ілмедім. Гүлнұрдың ақшасын қайтар деп түнде әлдекімдер қылғындырып ұйқы бермейді. Кешірші мені құрбым деп қолыма ұрланған ақшаны ұстатты дегені. Менің жүрегім ауырып кетті. Енді ол сәби сүймей қалса ше?